Қайырлы күн, киносүйер қауым. Біз бүгін Бахар телесериалының 79-шы бөліміне келдік. Яғни бүгін Эфеге операция жасамақшы болады, жасап жатады. Ол операцияға Эврен дәрігер және Бахар, одан басқа көптеген ассистенттер қатысады. Осы операция жасау барысында осы Эврен дәрігердің қолы дірілеп, аяқ астынан талып құлап қалады. Сол жердегілердің бәрі шошып Эврен дәрігерді салып алып носилкамен алып кетеді. Ал Бахар болса сол жерде тапжылмай қан кетіп жатқан Эфеге қарайласып көмектесіп шамалы өзі білгенше операция жасайды. Одан кейін тексеруге профессорлар келеді. Яғни Эврен дәрігер өзі жасай алмағандықтан дереу қызылды басып осы профессорларды операция жасауға шақырады. Бірақ осы профессорлар келмей жатып, Бахар өзі операция жасап жақсы деңгейге алып келеді. Қанды тоқтатады. Одан кейін барлығы жақсы болады. Одан кейін осы профессорлар Бахарды мақтайды: молодец, біз сіз-ақ барлығын жақсы тындырыпсың дейді. Ал сол жердегі ассистенттер: Бахар дәрігер, енді біз үшін Бахар дәрігер болдың, сіз енді хирург болып кетіп жүрмеңіз деп оны күле мақтайды. Одан кейін Эфсун мен Тимур екеуі сөйлеседі, бір-біріне ынтық болып тұрады. Одан кейін Эфсун айтады: мен бұлай жасай алмаймын, мен қызым бар, қызыма олай жамандық жасай алмаймын деп өз-өзін ұстап тұрады. Ал Тимур дәрігер болса: мен де адаммын, мен ешқашан біреудің көзіне, рентгеннің көзіне шөп салған жоқпын дейді. Сол кезде Эфсун шамалы күліп жібереді. Бірақ Тимур дәрігер енді ол кезде екеуін мен бірдей сүйдім деп үндемей қалады. Одан кейін бір-біріне қарап араласпай қояйық, бірден кете берейік деп екеуі екі жаққа кетіп қалады. Бірақ іштерінен бір-біріне деген ынтық сезім көрініп тұрады. Одан кейін Бахар Эврен дәрігердің оянғанын күтіп отырады. Сол кезде оянып, оған қалай жағдайың, нормально, жақсысың ба деп айтады. Одан кейін Бахар оған ұрсады: өз өміріңді өзің құртып жүрсің, өз өміріңді ғана емес, басқа да науқастардың өмірін құртып жүрсің, сен неге олай жасап жүрсің, ең болмаса біреуді аямасаң да өзіңді аямайсың ба деп бөлмеден шығып кетіп қалады. Одан кейін алдынан Тимур дәрігер шығады. Тимур дәрігер айтады Бахарға: сен барлығын білесің, бізден барлығын жасап жүрсің, оның қолының алдында оқ тиген кезде қолына тиіп, қолы дірілеп жүр, сол үшін ғой деп оған айғайлады. Ал Бахар болса: мен қайдан білейін оны, мен білмеймін деп оған айғайлай жөнеледі. Тимур жалпы негізі осы Эврен дәрігердің сол қолы дәлелдегендіктен операция жасай алмайды және операция бөлімінен алып тастағысы келіп жүрген. Және дәл осы сәт оңтайлы сәт болатын. Одан кейін Эфенің қызы шу шығарады, яғни үйленгісі келіп жүрген қызы. Олар бір нәрсе жасырып тұр. Жалпы негізі Эфе атақты әнші болған екен, және ол атақты әнші болатын, және оны баспасөзде жариялап жатады. Яғни осы ауруханаға әкеліп жатыр, енді атақты аурухана ғой, сондықтан атақты ауруханаға атақты адамдар, әншілер келеді. Және бұл ойлайды: хирург ота үстінде құлап қалды, бұл жайтын жай емес деп өз ішінен тұжырымдалайды. Одан кейін Эвренге Тимур келеді: мен барлығын білемін, яғни мен барлығын білемін, сіздің қолыңыздың дәлелдегені сіз хирург бола алмайтыныңыз, сіз ота жасай алмау керек екеніңіздің барлығын мен білемін дейді. Сол кезде Эврен айтады: мен жұмыстан шығамын, мен енді хирург болмаймын, мені алып тастай берсең болады дейді. Сол кезде Тимур айтады: сені жек көремін, тіпті ұнатпаймын да, сені суқаным да сүймейді. Мен дәл қазір бірақ сені жұмыстан шығара алмаймын, жұмыстан шығарғымақ келіп тұр сені, бірақ жұмыстан шығара алмаймын. Менің өз өмірімнен гөрі осы аурухананың беделі артық дейді. Өйткені осы аурухана бір беделі түссе кебі 6-7 жыл керек дейді көтеруіне. Одан кейін ол айтады: Эфенің қызы жарылғалы тұр, яғни баспасөзге барлығын жариялап жібермекші, яғни осы аурухананың дұрыс жұмыс жасай алмаған және дені дұрыс емес, дені сау емес хирургтар, өзінің денсаулығы дұрыс емес хирургтар жұмыс жасап жатқанын айтпақшы дейді. Одан кейін Тимур Дурукты шақырып алады да жәймен ғана айтады: яғни осы Эврен дәрігерден қан ал, яғни ол білмесін не үшін қан алып жатқанын деп барлығын айтады. Ол мүмкін наша шегіп жүрген шығар, сол наша шеккендіктен қол дірілдеген шығар деп сол жерде бүкіл достарына ойнап айтып жатады. Бірақ бұны Эфенің қызы естіп қалады да жынданып оны телеарнаға сұхбат бермекші, телеарнаға айтпақшы болады. Дереу өзінің ассистентіне хабарлап: журналистерді шақырып 15 минутта мен сұхбат беремін дейді. Сол кезде 15 минутта журналистер жинала қалады. Эфенің қызы жүгіріп сол жерде барып айтады: мен сұхбат беремін, бұл Эфенің жағдайы жақсы, бірақ ота үстінде хирург құлап қалды, не үшін, неге екенін білмеймін деп интрига қылады. Сол жерде бүкіл журналистер таңғалып, не үшін, неге олай жасады деген секілді сұрақтар қойып жатады. Жалпы ол жерде Дуруктар және одан басқа ассистенттер жүгіріп жүреді, яғни Эфенің қызын ұстап осы журналистерге сұхбат беруіне қарсы болады. Бірақ осы Эфенің қызы барынша айтып қалу үстінде, өйткені ол екеуіне Дуруктарға айтады: мен егер де Эфенің бір нәрсе болса, бір шашы түссе, тал шашы түссе, мен сендер емес осы аурухананы құртып жіберемін дейді. Одан кейін Омай мен Парла екеуі барынша сырласып жылап отырады. Омай айтады: мен Джеммен кездескім келеді дейді. Ал Омай Парла болса оған: болмайды, әзір сені үйдегілердің барлығы сені аңдып жүр, біліп қойса жаман болады дейді. Одан кейін Омай айтады: сен не үшін жүрсің, мені қорғамайсың ба дейді. Сол кезде ендеше мен де барамын дейді. Омай мен Парла екеуі үстеріне киімін киіп алып, Джемнің яхтасы, яғни Джемнің кемесіне қарай, сол жаққа қарай кете барады. Осымен бүгінгі бөлім аяқталды. Өте қызық болды деп ойлаймын. Егер де келесі бөлім қызықтырса, келесі бөлімді көргілеріңіз келсе, лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.